Төбелеске арналған ит дегенде көптеген адамның көз алдына қорқынышты, қатыгез және адамдарға шабуылдайтын қауіпті иттер елестейді. Әрине, бұл дұрыс емес анықтама. Себебі, бұлар иттермен төбелестіруге немесе аң аулауға арналған тұқымдар. Кейіннен мұндай зұлымдыққа тосқауыл қойып, көптеген елдерде арнайы өткізуге болмайтыны туралы заң шығарған. Алайда, қызықты көбейтіп, қалтаны қалыңдатуға құмартқан жандар заңсыз жолмен әлі де жалғастырып келеді. Бірақ, бұл түсінікті физикалық параметрлері күшті және мінезі қатал иттерге қолданып келеді. Бірақ кинологтардың, яғни ит баптаушыларының айтуынша, ешқандай да зұлым, қатыгез болмайды, зұлым егелері болады дейді. Төбелеске арналған ит тұқымдары көп. Біз бүгін солардың бірнешеуімен таныстырамыз. Үлкен өлшемді бордо иттері бүгінгі тізімді бастайды. Оның жауынгерлік қасиеті тұқымында бар және өздерінің аумағында жаудан агрессия болған жағдайда көрінеді. Ежелгі уақытта бұл иттер соғыс, гладиаторлық шайқастар, аң аулау және иттермен төбелестіруге қолданған. Ол өзінің өміріне немесе иесіне қауіп төнгенде қарсыласын өлтіріп қоюы мүмкін. Себебі олар егелеріне өте адал. Бұл иттің тарихы ежелгі Рим империясынан бері келе жатыр. Ол кездері оны аренада төбелес үшін күзетші ретінде қолданған. Оның бойы 65-75 сантиметрге дейін өседі. Ал ересек иттің салмағы 60-70 килограммға дейін жетеді. Бұл ит әдетте ашушаң емес, қорқынышты түріне қарамастан, олар жұмсақ және мейірімді. Олар тыныштық пен тепе-теңдігімен, ақылдылығымен ерекшеленеді. Бұл күшті ит қарсыласын бірнеше секунд ішінде құлатып, бейтараптандыруы мүмкін. Бірақ ит өсірушілер бұл тұқымның аумақты және халықты қорғау қасиетін жоғары бағалайды. Сондай-ақ жаттығуға бейім болып келеді. Бұл ит аң аулауға және соғыстарға көмектесу үшін өсірілген ең көне түрі. Бұл жануарлар арнайы қару-жарақпен киілді және жауынгерлік өнерде жаттыққан. Ежелгі Римде ағылшын мастифтері тіпті ареналарда гладиатор ретінде төбелескен. Олардың қарсыластары жиі аюлар, арыстандар мен жолбарыстар болды. Ең қанды және жиіркенішті ойын-сауық іс-шаралары осы иттердің қатысуымен өткізілген. Бүгінгі күні мастифтер өзіне немесе егесіне қауіп төндірмейінше толығымен агрессиясыз. Бұл ит тұқымын бульдог пен терьерді будандастыру нәтижесінде алған. Бастапқыда олар ірің үшін шығарды және жиі сол жерде өмірін аяқтайтын. Бүгінде бұл иттерді үйде емін-еркін асырай беруге болады. Егесін және оның отбасын адал қорғайды. Олардың бойы 35-тен 62 сантиметрге дейін өсуі мүмкін. Ал салмағы 16-29 килограмм аралығында. Олар кез келген тапсырманы орындауға, ойнауға, жүгіруге және жаттығуды жақсы көреді. Итті әртүрлі жаттығулар мен физикалық жүктеу қажет. Әйтпесе оның шамадан тыс артық қуатын теріс бағытта қолдануы мүмкін. Бандок иттері гладиаторлық төбелес үшін арнайы будандастырылған ит. Оның атанасы американдық питбуль, американдық стаффордширдік терьер және неаполитандық мастиф. Оның атауы шынжырдағы ит деп аударылады. Ол өте мықты, ірі қаңқаға және бұлшық етке ие.
Олардың бойы 45-57 сантиметрден асады. Ересек жануарлардың массасы 45-68 килограммды құрайды. Бұл иттің түрі қорқынышты және ашуланғанда оларды бағындыру өте қиын. Бірақ кішкене кезінен дұрыс тәрбиелеп жаттықтырса, мықты күзетші және оққағар бола алады. Төбелес иттері дегенде бультерьерлерді ұмытып кету мүмкін емес. Тәжірибесіз қожайындар немесе жай ғана жануарларға қызыққан адамдар бұл итті қауіпті және зұлым деп айтуы мүмкін. Шын мәнінде олар өзінің егесіне адал, мейірімді дос. Бірақ бұрын осы тұқымның өкілдерін ит төбелестері үшін қолданған. Тұқымды ең алғашқы рет негізін қалаған Джеймс Хинс деп есептеледі. Ол 1862 жылы бульдог пен ақ ағылшын терьерін будандастыру арқылы бультерьер итін алды. Төбелеске арналған ең мықты иттердің бірі және ерте кезден мал бағу үшін, күзет үшін қолданған. Бұл өте ұзын және ірі жануар. Барлық төбелес иттері секілді бұларды да күшік кезінен тәрбиелеп жаттықтыру керек. Кейін өте кеш болып, оны өзіңе бағындыру өте қиын болады. Қазақстанда да бұл иттер адам талапты деген жаңалықтардан естіп жатамыз. Алабай, тәуелсіз және тыныш ит болып саналады. Оған өзіңді құрметтетуің керек. Тек осы жағдайда ғана ол мойынсұнғыш болады. Өжеттілік пен батылдықты бойына сіңдірген питбульді ешкім әлсіз ит деп айта алмайды. Себебі нағыз жауынгерлік тұқымға ие болған иттің шығуының өзі батылдықпен сипатталады. Арнайы ақшаға ит төбелестіретін жерде пайда болған жануарды кішкентайынан төбелеске баулып өсірген. Өз қожайындарына адал жануар қандай жағдай болмасын көмектесуге әзір тұрады. Өз бетімен ешкімге соқтықпайтын питбуль өзіне тиіскенді оңдырмайды. Түрі сүйкімді жануардың төбелес кезіндегі басты қасиеті тістеген жерінен жібермей аузы қарсып қалады. Бұл ит осыншама қорқынышты болғанымен жақсы жақтарда жетерлік. Ең бірінші, балалармен ойнағанда айбат шегіп зақым келтірмейді. Өзінің қожайынына адал болады. Өте ақылды ит қолға жылдам үйретіледі. Таң қалмаңыз, бұл сүйкімді итті жапондықтар бір кездері ірі аңдарды аулауға және ит төбелестері үшін қолданған. Ол Жапония тарихындағы күшті және егесіне адал ит болып саналады. Жауынгерлік қасиеттерін сақтау үшін және бүгінгі күні бұл иттер арасында мол қан төкпейтін төбелестер өткізіліп тұрады. Мұндай іс-шаралардың мақсаты агрессияны тудырмай, күзетшілік және қорғаушылық мүмкіндіктерін қолдау болып табылады. Бір кездері бұл иттерді ірі жануарларға қарсы күресте және иттермен төбелес үшін қолданды. Бұл ит 19 ғасырдың соңында танымал болды. Бүгінгі күні олардың екі түрі бар. Классикалық Джонсон түрі, екінші стандартты Скотт түрі. Біріншісі күзет дағдылары жақсы дамыған мықты, екіншісі өлшемі кішірек, ізге түсуге өте бейім. Американдық бульдогтар 53-68 сантиметрге дейін өседі. Олардың салмағы 27-60 килограммға дейін жетеді. Олар әр түрлі түсте болады.